Зорға жеттім. Қара жігіттер, террористің бабасы келді. Жігіттер, қарамандар, кеттік. Сен түсінбен, неге олай дейсің? Саят, енді сен бізбен бірге жүрмейсің. Ар жүр, түсіндің ба? Мен террорист емеспін. Бұл әлі түсінбепті ғой, сен террористің бабасысың. Енді жетті ма саған? Ар ойна террорист. Кеттік. Пап, мам, сендер қайда бара жатсыңдар? Мен тастап кетпеңдерші. Балам, құлыным, Саят. Саят балам, сенен үлкен жігітсің. Мамаң екеуміз Сирияға кетіп бара жатырмыз. Ол жақтағы мұсылман бауырларға көмектесуіміз керек. Сирияда не бар? Мен сендерді сағынам ғой. Балам, саған енді Ахмет ұстаз қарайды. Ахмет ұстаз тайынсың ғой, Үйге келіп жүретін кісі. Анау сақалы бар кісі ма? Сол кісі. Енді сол кісі саған қамқор болады. Айтқан тілін ал, түсінің ба? Ол кісі өте жақсы кісі. Балам, құлыным, Саят, мен ешқайда бармаймын. Барсаң өзің бара бер. Балам тастап ешқайда бармаймын. Бері тұр, бері. Балам, мұқият тыңда мен. Сен енді үлкен жігітсің. Біз тұрған үйге енді барма. Біз оны сатып жібердік. Ахмет ұстаздың үйінде боласың. Ахмет ұстаз сені жолда күтіп тұр. Әкең де анаң да сол кісі. Түсіндің ғой мен? Жақсы балам. Қош аман бол. Саят, балам, мен бармаймын ешқайда. Мені тастап кет. Барсаң өзің бара бер. Сендерді жек көрем. Шайтансыңдар, баламнан айыратын кімсіңдер сендер? Жақсы балам, қош бол. Мам! Пап! Мені тастап кетпеңіздерші! Анашым! Әкешім! Террористің бабасы келіп жатыр. Саят, енді сен бұл көшеде тұрмайсың. Кет өзің Сирияна. Кетсең өзің кет. Жүктер, дайчы, жабыңдар. Жүктер, ана сақау террорист келіп жатыр. Қас. Мен террорист емеспін. Мен террорист емеспін. Elhamdülillah. Salim. Arada қаншама жыл өтті. Мен сені оқыттым, тоқыттым. Нағыз ақиқатты түсіндім. Ақ пен қараны ажырата аласың. Сенің әке-шешең Сирияда шахид болып бұл өмірден өтті.
Олар нағыз жәннәти мұсылмандар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Мына сен де солардың ізін жалғаушы нағыз мұсылмансың. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Әлхамдулилля, ұстаз. Сізге Алла разы болсын. Мен сіздің сеніміңізді ақтаймын. Сәлем. Сен мені мұқият тыңда. Бүгіннен бастап сен менің оң қолымсың. Маңызды шаруалардың бәрін өзің атқарасың. Ана ақиларға бас көз бол. Мешіттерге барып, әлгі бейнамаз, стағфиралла, өтірік молдалардың, кәпірлердің не істеп жүргендерін аңдыңдар. Түсіндім, ұстаз. Сәлем, ахи. Иә, Біз бұл елде халифат құруымыз керек. иншалла. Сол үшін әлгі бейнамаз кәпірлердің жанды жерлеріне тиісуіміз керек. Ұстаз, олардың жанды жерлері интернеттің құлы болып кеткен. Соткіден бас алмайды ұл мен қыздары. Машалла, машалла, Сәлем. Мен сені жақсылап тәрбиелеппін, жарайсың. Сәлем. Абдулла ахи, өңшең меңіреу интернеттің құлы болған жастар тауып қойыпты. Біз олардың психикасына әсер етуіміз керек. Жақсылап тыңда. Психология біздің ең үлкен қаруымыз. Мынау Facebook, интернет, Telegram, Instagram дегенді сол кәфірлер ойлап тапқан. Ал мына біздер нағыз мұсылмандар. Оларды өздерінің ұларына өздерін уландырамыз. Енді сен анау тыйым салынған әдебиеттерді, дейістегі шейхтардың уағыздарын оларға жақсылап тұрып насихаттап, бәріне таратыңдар. Бірақ мұқият болыңдар. Телефон нөміріңді жиі ауыстырып тұр, ұқтың ба? Түсінікті, ұстаз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ахи, мына дүние жалған дүние. Нағыз өмірі арғы жақта. Ахи, барлығын жұмаққа кіруге лайықтымыз. Ахи, біз Құран аяттарымен жүруіміз керек. Қалай сонда Құран аяттарында? Субханалла, әлхамдулилля. Ахи, айналамыздың барлығы жаулар, кафирлер, бидағатшы. Оған дәлелің бар ма? Дәлелім, мына дискімен, мына кітапта көрде оқып шық. Жиһадқа қалай дайындаламыз? Субханалла, әлхамдулилля, өте дұрыс сұрақ. Ахи, ата-баба, салт дәстүр барлығы шірік, Аллаға серік қосу. Сенің атанаң намаз оқи ма? Жоқ, оқымайды. Сенің атанаң адасқан түсінесің бе? Намаз оқымайды, ол кафир, бидағатшы. Олар менің атанам ғой. Ахи, қателеспе. Біз нағыз мұсылманбыз. Ойлан, ахи. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Сәлем. Алда маңызды іс бар. Сен ертең қала сыртындағы Омар ұстазға барасың. Ол саған бір зат беріп жібереді. Соны маған жеткізесің. Түсіндім. Ұстаз, ол қандай зат білсем бола ма? Асықпа. Кез келгенде түсінесің, бәрін білесің. Жарайды. Тыңда. Одан кейін көпшіліктің назарын өзіңе аударма. Такси жалдап бар. Ақшасын аяма. Кейін жолда машинені қалдырып, әрі қарай жаяу бар. Ұқтың ба? Ұқтым. Орындаймын. Аппағым, сен артығын таппадың. Ассалаумалейкум, бауырым. Уағалейкум ассалам. Таксисің ба? Таксим бауырым. Мына адреске бару керек. Болды бауырым. Ақшасын төлесең Астанада барам ғой. Ке отыр. Бауырым, алдын отсай. Желмен ұшып апарам мен сен. Кондер жоқ оның үстінде, күн ыстық. Бауырым, жөнелетін түрі бар ма өзі? Қазір, шамал күте тұрайық.
суысын, подрубкасын қайттан салам. Соны жүреміз, Құдай қаласа. Жарайды. Намазхансың ба? Аллаға шүкір 5 уақыт намаздамыз ғой. Жақсы. Қай мазхабтансың? Аллаға шүкір, еліміз бекітіп қойған Әбу Ханифа мазхабынан. Тыныштық па сенікі? Субханалла. Адасқанмын десей, Әбу Ханифаның өзі адасқан. Намаздарың да дұрыс емес. Мүшің адасқандар. Білімді қайдан алдың? Мешіттен? Бала кезден барып, сол мешіттегі медресеге барып, Құран жаттап, намаз үйрендік қой. Сол мешітінде оқып жүрген оқытушыларың да дұрыс емес имандарыңды. Мүшің адасқандар, субханалла. Бауырым, Әбу Ханифа мазхабындағылар бидағатшы, кафир, адасқан дейсіңдер. Бізді кафир дейтінде сенде қандай дәлелің бар? Осы сендер дәлелден басқа ештеңе білмейсіңдер ма? Уақыт келеді, шейхтар мен ұстаздар өздері көрсетеді, түсіндің бе? Субханалла. Білімнің түбі жоқ десе бауырым, ауыз екі хадистер жаттап алып, түбі тесік шелек құсап, өтірік ұстаз ой жүрмесе. Субханалла. Көп сөйлемеші. Жөндеу машинаңды. Бауырым, сенің түсінікті. Қазақсың ба? Иә, қазақпын. Айналаңа қараш. Кең байтақ жерді, менің, сенің, біздің ұрпақтарымыз үшін ата-бабаларымыз бір білектің күшімен, бір найзаның ұшымен аман алып қалған. Сол ата-бабаларымыз 5 уақыт намазын қаза қылмастан Құран жаттап, ораза ұстап, ұрпағым салихалы, иманды болсын деп дұға еткен. Керек десең, қазақтың әдет, ғұрпы, салт, дәстүрі Құран хадистен алынған. Субханалла. Не дәлелің бар? Сол ата-бабаңды адасқан түсіндің бе? Онда мына мақал мәтел тыңдаршы сен. Аққа Құдай жақ. Ата-ананың разылығы, Алланың разылығы деген. Қызға 40 үйден тыйым деген. Жетім көрсең жебей жүр деген. Ұлы Абай атамыздың өзі. Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас деген. Бауырым, қазақсың ғой, райыңнан қайт. Әлі уақытың бар ғой сенің. Субханалла. Не айтып кеттің өзі? Не болды? Нәпсіңе хат тиіп кетті ма? Осы бірдеңе осы жихад дейсіңдер. Жихад не екен білесіңдер ме өзі? Біле білсең, жихад деген ол өзіңнің нәпсіңмен күресу. Субханалла. Астағфиралла. Машинаңды отандыр, кеттік. Ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракату. Алейкум, рахматуллахи ва баракату. Ұстаз өзінде ма? Өзінде. Ұстаз, келіп тұр. Шақыр. Ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам. Ұстаз қалайсыз? Сәлім сесі бі? Альхамдулилла, ұстаз. Мен ғой Салим. Зыбыраға уақыт өсіп қалыпсың. Иншалла. Альхамдулилла. Субханалла. Алланың құдіреті ғой, ұстаз. Осман Шахиті ұлысың сен. Ұмытпа. Иншалла, ұстаз. Ұмытпайым. Бұда чамананда маңызды құжаттар бар. Ахмат ұстазыға апар бер. Ол саған маңызды іс тапсырады. Иншалла, ұстаз. Апарып берем. Жарайды. Жолың болсын. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ассалаумағалейкум, Ахмат ұстаз. Уалейкум ассалам, ахи. Қалай жақсы жеттің бе? Альхамдулилла, жақсы жеттім. Омар ұстаз сәлем айтып жатыр. Сәлем айт болсын. Заттарда келдің бе? Әкелдім, ұстаз. Сәлем.
Енді сен мені жақсылап тыңда. Мынаның ішінде 18 адамның құжаты бар. Олар сені Өзбекстанның шекарасында күтеді. Соларды Қазақстанның шекарасына өткізіп, бекітілген жерге алып келесің. Түсіндім. Бірақ ұстаз кім олар? Шетелдегі біздің мұсылман бауырлар Қазақстанға жихад жасауға келе жатыр. Басты мақсат бейнамаз, бейдағатчы кәфірлердің көзін құрту. Астағфиралла. Біз оларға көмектесуіміз керек. Ал енді сен барып демал. Таң атпай жолға шығасың. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Allahu akbar. Anашым, әке. Естер сағынам, әке. Allahu akbar. Әкешім, анашым. Allahu akbar. Allahu akbar. Anашım. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi. Estağfirullah, estağfirullah. Ұлым, оқыған намазың қабыл болсын. Әкешім. Анашым. Саят, құлыным, Ботақан, амансың ба? Әкешім, анашым, сіздер бұнда неге жүрсіздер? Сіздер о дүниелік болғансыздар ғой. Ұлым, біз сені қатты сағындық. Әке, үстіңізге иқрам неге киіп алғансыз? Ұлым, менің жарық дүниедегі арманым анаңды, сені алып, жер жәннатты Меккеге барып, қажылық жасау еді. Бірақ мынау арам пиғылды содырларға еріп, ол арманым орындалмай қалды. Әке, анашым, неге мені тастап кеттіңіздер? Мен қатты қиналдым ғой. Отанды тастап, сені жетім қалдырып, Сирияға кеткеніміз үлкен қателік болды. Ол үшін қатты өкінем. Біз ол жаққа жихад жасаймыз, халифат құрамыз, мұсылман бауырларымызды қорғаймыз деп ойладық. Шын мәнісінде олай емес екен. Әке, сонда ол жақта халифат жоқ ба? Ұлым, ол жақта мұсылманның қанын төгіп, бір-бірін өлтіріп жатты. Содырлар бала демей,
әйелді де, қариянды да аяусыздықпен қырып жатыр. Сирия нағыз зұлымдық пен жамандықтың мекеніне айналды. Әке, сізді Ахмат ұстаз бен Омар ұстаз шахид болды. Нағыз мұсылман болды деп айтты ғой. Ұлым, ол арам пиғылды Омар мен Ахметке сені тастап кеткен үшін қатты өкінем. Бұл орны толмас өкініш мен үшін. Олар адасқандар. Олардан өзіңді аулақ ұста. Айтпақшы, жаңа байқадым. Сен намазды Абу Ханифа мазхабы бойынша оқып жатсың ғой. Соны көріп көзім бір қуанышқа бөленді. Әке, мен Абу Ханифа мазхабы бойынша оқысам ба деймін намазды. Өте дұрыс болам. Дұрыс. Анашым, сіз неге үндемей тұрсыз? Саят, құлыным, елден безіп Сирияға бардық. Жан жағымыз соғыс, бомбалар жарылып жатты. Қарнымыз аш, ішетін су да жоқ. Көрген күніміз қорлық болды. Көп ұзамай әкең де өмірден өтті. Содырлардың бірі мені әмірлікке алып, құл етіп жұмсады. Қираған үйдің подвалында өмір сүрдік. Бір күні жерге жақын ұшқан ұшақтың дауысын естідім. Біз тұрған жерді бомбалады. Әкеңнің артынан мен де бақилық болдым, балам. Әкең екеумізге туған жердің бір уыс топырағы да бұйырмады. Әкешім, неге қазақтың шапанын киіп алғансыз? Анашым, қазақтың камзолы сізге жарасады. Өздеріңізге жарасып тұр. Ұлым Саят, бұл жай ғана шапан емес. Бұл қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы. Осы салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды келешек ұрпаққа көздің қарашығындай сақтап жеткізуіміз керек. Айтпақшы ұлым, біз анаң екеуміз саған сыйлық алып келдік. Қандай сыйлық? Бұл қазақтың тақиясы. Басыңнан тастамай киіп жүр. Ал мынау Құран кітап. Аллах тағаланың кәләмі. Бұл Құранды толық жаттасаң, сен қария атанасың. Саят балам, анаң екеуміздің жанымыз жай таппай қатты қиналып жатырмыз. Егер сен осы Құран сүрелерін толық жаттасаң, анаң екеуміздің күнәларымыз кешіріледі. Жәннатқа кіреміз. Ақирет күні Аллах тағала мені таққа отырғызып, басыма нұрдан болған тәж кигізеді. Ұлым, анам екеуміздің бар тілек арманымыз осы. Біздің арманымыз орындашы. Міндетті түрде, әке. Міндетті түрде орындаймын. Әкешім, анашым, кетпеңіздерші. Әкешім! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la
Саят! 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 Анашым. Мен сіздерді сағындым, анашым. Мені кешіріңізші, анашым. Кешірерсіз, сіз кім боласыз? Мен сізді танымадым. Мен сіздің анашыңыз емеспін. Анашым, мен ғой Саят. Анашым. Мама, бұл кім? Білмедім, балам, мен бұл қызын танымайды екенмін. Менің есімі Саят. Сенің есімің Саят па? Я, менің есім Саят. Кешіріңіз, менің анама қатты ұқсайды екенсіз. Оқасы жоқ, тек қорқып кеткенім болмаса, ондай болып тұрады. Менің анам өмірден өткен, соған қатты ұқсайды екенсіз. Мені кешіріңізші. Алло? Әпше келіп тұрмы жаңа сіз жіберген адреске? Аха. 5 минут жас па? Болды әпше, күтем. Не? Саят емес. Что понанка? Жаратқан ием, Құдайым. Мен қателестім. Мен опасыздық істедім. Мен тобама келдім. Аллахым, мен әлсізбін. Бауырым! Бауырым, Саят, тоқташ! Тоқта! Таныдың ба мен таксистпін ғой? Талғат! Таксист, жөніңе кет. Бауырым, діннен хабарсыз емессің ғой? Білесің ғой біздің дінімізде. Өз-өзіне қол жұмсаудың үкімі қандай екен. Жолама. Ақымақ болма. Жолама, кет! Бауырым, Талғат, жақындама. Араласпайым тірлігіңе, бауырым. Құдай, мені кеш. Бауырым, Алладан қайта-қайта кешірім сұра бастың. Алла осылай кешірімді, мейірімді ғой, бауырым. Сен не түсінесің, сен түсінбейсің жоқ! Сен түсінбеймін, бауырым. Ақымақ болма. Сабыр қыл, бауырым. Кет, бол, сабыр қыл. Сабыр қыл. Есің жина. Болды. Есің жина болды, бауырым. Болды. Есің жина. Болды. Сабыр қыл. Болды. Сабыр қыл, бауырым. Жүрші, үстің бәрі су болып тұр. Абайлап жүр. Нердің бәрі су. Қалай, Саятжан? Басылдың ба? Иә. Не жағдай болды? Соншалықты бұлай істейтіндей. Талғат досым. Мен жастайына жетім өскен балам. Менің анам мен әкем Сирияға кетіп, сол жақта қайтыс болды. Мен Ахмат ұстаздар билеген. Осы жақында Ахмат ұстаз үлкен Омар ұстазға жіберді. Қазақстанға 18 шетел азаматтары келе жатыр екен. Олар Қазақстанға террор ұйымдастырмақшы. Түсінесің бе? Соны маған жүктеді. Мен ол жұмысты жасағанымша өз-өзіме қол жұмсасам ба деп шештім. Бауырым,
жағдайың қиын екен. Не істесек болады бұған? Айтпақшы, мен классасым бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде істейтін. Соған хабарласып қойын? Иә, хабарласшы. Алло? Ассаламалейкум, Бауыржан. О, Талғат класстас. Бауыржан, жағдай сұрайтын уақыт жоқ. Маңызды шаруа болып тұр. Маңызды іс болса, жолғайық онда. Қайдасың қазір? Мен саған қазір местоположение жіберем. Сол жерге тез келші. Жарайды, жібер. Мен қазір тез өтіп барам. Жылдамдашы өтініш. Кел азыр. Ассаламалейкум. Қалайсың, бауырым? Уағалейкум ассалам. Жақсы, рахмет. Талғат, тыныштық па, не болып қалды? Бауыржан, елімізге қауіп төніп тұр. Соған ұлттық қауіпсіздік комитеті араласпаса болмайды. Қандай қауіп? Талғат, жасырмай айтсайшы. Мен саған қазір барлығын түсіндірем. Сабырла тұр. Саят! Саят, бері келші! Мына жігіттің есімі Саят. Лақап аты Салим. Саған барлығын түсіндіреді. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ассаламағалейкум ва рахматуллахи ва баракату, ұстаз. Алейкум ассалам. Рахматуллахи ва баракату. Келіңіздер. Қалайсыз? Ассалам. Ұстаз, Иә. мен сізге досымды алып келдім. Машалла. Иә. Келешекте қари болам дейді. Ақыретте маған шапағатшы болады, Алла қаласа. Жақсы ғой. Кәнеке, иншалла болды. Ұстаз, мен сізден дәріс алып, қари болсам ба деймін. Әрине, иншалла, ниетіңізге жетіп, сол нәрсені амалға асыруды Алла нәсіп етсін. Ертең дәл осы уақытта сабаққа келе беріңіз. Жарайды, рахмет. Алла разы болсын. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Ассаламу алейкум. Кәнеке отырамыз, шәкірттер. Сіздерге үлкен жаңалықтарымыз бар. Арамыздан тағы да бір қари шықты. Саят бауырымызға Алла тағала разы болсын. Келе қойыңыз. Саят бауырымызға Алла тағала разы болсын. Аз уақыттың ішінде Құранды жаттап, қари атанды. Осыған орай медресеміздің жанашырлары Саят бауырымызға үлкен қажылық сапарына жолдама беріп жатыр. Құтты болсын. Қабыл болсын қажы. Машалла. Өз еңбегіңіз. Ұстаз, сіздерге Алла разы болсын. Әмин. Осы қажылығымның сауабын марқұм болған анам мен әкемнің рухына бағыштаймын. Алла ниетіңізді қабыл. Рахмет, ұстаз. Шәкірттер, баршаларыңызға осылай қари болды, нәсіп етсін. Талғат досым, саған рахмет. Алла разы болсын. Сен нағыз ақыреттік доссың. Бауырым, қажылығың қабыл болсын. Амин. Саят, ұмытпа, енді сен қари болдың. Алла қаласа, мені жәннатқа кіргізуге шапағатшы боласың. Алла нәсіп етсе. Досым, жүр одында шай ішейік. Жүр. Иә.
Түшкі астың уақыты қапты. Әкешім, анашым. Құлыным, балам, ауырмай жүрсің бе? Менде бәрі жақсы, анашым. Әке, Алланың қалауымен қария атандым. Мен сені мақтан тұтам. Анаң екеуміздің амал дәптеріміз жабылмайтын болды. Әкешім, сізде армандаған Меккеге жолға шықтым. Сауаптарын сіздерге бағыштаймын. Балам, рахмет саған. Қажылығың қабыл болсын. Құлыным, ризамын саған, ризамын. Ал балам, батаны берейін. Еліміздің жанашыр азаматы бол. Осы алған білімің асыл дінімізге пайдалы болсын. Артыңнан көптеген шәкірттер ере берсін. Анаң екеуміз саған разымыз. Ислам дініне күш қуат бере берсін. Әмин Аллах. Саят! Кет, не yaptın orada? Ya. Саят, босай! Ne kışıp gittin?